Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнамның жазылушылары. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып жалпы неге біздің миымыз өте шектеулі, ал неге сол миымыздың шектеуін қалай алып тастаймыз және оны қалай кеңейтеміз деген тақырыпты ашқым келіп отыр. Мен Қарлығаш Сұлтанша, әнші, психолог, филолог, финансист және де бай әйелдердің қатарын көбейтіп, бизнесте де өмірлерін баланста ұстап, барлығын тең алып жүретін осы қыздарға жол көрсетуші бизнес ментормын. Енді мен өз опытымда бөлісетін болам. Мына нәрсенің барлығы, не нәрсе деп тұрсаңыздар, бұның барлығы менің осы уақытқа дейінгі жазған жазбаларым, цельдарым, самопрограммирование дегенді естіген боларсыздар, бірақ көп адамдар естісе де ол нәрсеге сенбей жатады. Мысалы, менің жасым қазір 38-де. Бұл нәрсені көп адам ойлайды, бұны тек қана жас қыздар жазады, уақыт табу керек бұған дейді. Бірақ шын мәнінде бұл біздің әдетімізге айналатын нәрсе. Менің енді жазып жүргеніме 2020 жылдан бері жазамын. Енді 5 жылдай уақыт болып қалды. Бұл енді бір шеті ғана, қалғаны менің ар жақта коттедждегі үйімде. Енді қараңыздаршы, бұл нәрсені не үшін жазамыз? Бұл нәрсе енді мен негізі кішкентай кезімде көп осындай блокнотқа құмар болдым, көп жазатынмын, көп оқитынмын. Ол нәрсенің барлығы менің қазіргі үлкейсем де, жасым үлкейсе де, қанша жасқа жетсем де, бұл нәрсе менің уже әдетіме, бойыма сіңіп кеткен нәрсе. Енді қараңыздар, бұл нәрсенің ішінде не бар? Оны қалай жазамыз? Қалай жасау керек? Қалай оның әрекетіне көшу керек деген нәрсе болатын болса, жалпы мен өзімді осы блокнотты бастайтын кезде немен жазатынымды білген жоқпын ішіне. Бірақ әйтеуір блокнот жақсы көрем, әдемі стикерлер жақсы көретінмін. Сол кезде қалай жазатын, әйтеуір көп нәрселер жазып, өлеңдер жазып сөйтіп жүретінмін. Кейіннен менің көп том-том өлеңдер жазып жүрген блокнотымды өртеп жіберді. Енді достарымызға береміз ғой, бір-бірімізге оқуға береміз. Сол кезде бір досым алып, оның менің толық жазған өлеңдерін барлығын өртеп жіберген болатын. Содан кейін мен вообще блокнот жазу деген нәрсе менде бір тоқтап қалды. Болады ғой, бір шығармашылығым бір сарқылып қалған сияқты болды. Одан кейін осы 2020 жылдары менің балам қатты онкологиямен ауырған кезде больницада жаттық, жан-жағымыз карантин болып жатыр. Енді сол жерде больницада отырып, мен немен айналсам? Аллах тағала мені өз-өзімен кездестіріп қойды. И сол кезде менің қанша мейлі жан-жағымда қанша адам болса да, Аллах тағала менің нағыз өзіммен сол кезде кездестірді. Сол сәттен бастап мен блокнотты алып жүргізіп бастадым. Бұл жерге не жазу керек, осы нәрсенің барлығын зерттей бастадым. Жалпы айттым ғой, бұған дейінгі видеоларымды тыңдасаңыздар, жалпы адамға бір мұқтаждықпен адам өзгеріске келеді. Немесе бір жаңа әрекетке өзі бір болады ғой, бір болды, мен бір мынау нәрсе маған ақша аз, немесе мына состояние маған ұнамайды деген нәрсе, сондай бір чувстволар келген кезде адамда бір өзгеруге деген бір құштарлық пайда болады. Сондай екі жағдайда адам өзгеріске шаг жасайды. Сондай кезде мен енді балам қатты ауырған кезде сөйтіп блокнотты жазып бастадым. Оның арасында ол блокноттарымды жазып жүріп, ол менің қазір үлкен кітабыма айналды. Бұл кітап қаншама әйелдердің қолында бестселлер болып, оның арасында, яғни мынандай блокноттарға арасында осылай жазатын қылып, жазбасымен оқып отырып, әрі соның қорытындысын жазатын қылып, осылай жазған болатынмын. Ойлаңыздаршы, бір ғана әрекет қаншама үлкен дүниелерге алып келеді. Басында адамның миы өте шектеулі болады. Жалпы негізі адамның миы негізі өте шектейтін, адам өзі шектеп тастайды. Ал Аллах тағаланың шексіз мейірімі деп жатамыз. Аллахтың шексіз дүниесі, Аллахтың шексіз көкжиегі, дүниесі де барлығы шексіз деп жатамыз ғой. Бірақ неге біз сол өзіміздің миымызбен есептеп, өзіміздің көлемімізбен, өзіміздің масштабымызбен есептеп, неге біз сол Алланың беріп жатқан ризығын, нығметін, потенциалын неге біз шектеп қоюымыз керек? Ойлаңыздаршы. Барлығын басында жазатын кезде біздің өз миымызбен, шектеуімізбен жазамыз. Содан мен бүкіл мына ютубтарды ақтарып отырып, сабақтар сатып алып сөйтіп бастадым. Сол кезде мен Брайан Трейсидің мықты бір техникасына тоқталдым. Соны маған өте өтті. Яғни алып осы мына блокнотқа
10 целіңді жаз деген болды. 10 целімді жазып жүрмін, бірақ басында не жазам, бір нәрсе жазылады, 3 нәрсе жазылады, сөйтіп бірақ 10 цельді тауып жазып отырдым. Көбінде басында ой уақыт жоқ, жазуым керек еді деген миға ауырлық келетіндей болды. Кейіннен барып ол маған кәдімгі сатырлатып бастайтын болдым. Егер 2 айда осы нәрсені жазып сізде результат болмаса, онда мен оқушыларыма маған қайта кел, менен қайтып ақшаңды қайтып ал деп айттым деген сөзі прям маған кәдімгідей өтті. Содан мен 2 ай бойы, осы 2 айда өзгеретін болса, мен 2 айда жазып көрейінші деп прямо 2 ай бойы тоқтатпай жаздым. Бірақ кейін келе бере ол менің әдетіме айналды. Және басында 10 цельді жазу мен үшін өте ауыр болған. Ал кейін ол маған қазір тоқтата алмаймын өзімді. Қазір ол бірақ блокнотты жүргіз дейтін болса, мен қазір 3 блокнотты жүргіземін. Өйткені одан шүкіршілік жазамын, одан бөлек ертеңгі менің жоспарымды жазам. Өйткені ертеңге сенің жоспарың болмаса, сенің миың не істейтінін білмейді. Ол таңертең тұрады да, әйтеуір жолынан кездескен, мынаны істеу керек деген главный нәрселерді жасамаймыз да. И сондықтан біздің өмірімізде бір нәтижелер аз болып жатады. Көбінде осы блокноттарды жазады, бірақ жазғаннан кейін оның нәтижесі де болмай жатады. Неге? Өйткені адам әрекетін тоқтатып қойғаннан. Және де басында шектеу болады дедім ғой. Басында мен 10 нәрсенің жазуын өзінде шектеп, сол адамның миы шектеулігі соншалықты, адам сол көріп жүрген, біліп жүрген нәрсесімен ғана жаза алады екенбіз. Ал неге мысалы кімнің жаңағы осы аспанға ұшып жатқан, айға ұшып жатқан, Масктың мысалы, Маск деген өте мықты әйел ғой. Сол мысалы мықты балалар тәрбиелеп жатыр, мықты ұлды тәрбиелеп жатыр. Мысалы олардың миында шексіздік, Марсқа ұшу, жаңағы Тесланы жасау деген сияқты үлкен ауқымды дүниелер оның миына келеді. Бірақ ол да біз сияқты адам. Бірақ қарасаңыз, оның миының көкжиегі, кеңдігі, оның жаңағы миының шексіздігі, сол нәрсені ойлай алуына қарай Аллах Тағала соны идея салады. Дәл сол сияқты мына блокнотқа мен басында шектеп жаздым өзіме. Мысалы мен ауылда тұратынмын, мысалы ауылда тұрып мен қалаға келу мен үшін бір ойбай, қалада осы кімдер тұрады дейтінмін. Және де қызым жақында Дубайға оқуға түсті. Сонда мен Дубайға оқуға түскен кезде, мен бұрын енді Дубайға қашан, енді бұл кезде 3 балам бар кезде баратынмын. 3 балам бар кезде мынандай стеклянный үйлерде яхтамен жүргендер, сол судың жағасында тұратындар кімдер, бұлар не деген бай адамдар деп ойлайтынмын ғой. Кейіннен осы биыл қызымды оқуға түсірген кезде сол стеклянный үйдің ішінде өзім тұрдым да, үйіне жайғастырып, қызымды сол жаққа жайғастырып келгенде айтып жатырмын да, кезінде мен осылай ойлаушы едім, кімдер тұрады деп. Сөйтсем, дәл біз сияқты адамдар тұрады екен ғой дедім да. Сонда мен мына блокнотыма сол кезде былай жазатынмын: Аллахым, мен жазып бергенмін, сіздерге оқып берейін, қалай болды, не деп жаздым, біреуін алып оқып берейін. Сол кезде мен былай жазатынмын. Кейіннен енді қараңыздаршы, былай сызып тастады. Мен мысалы мынандай күндегісін күнде жазатынмын осылай. Сонда былай жазады екенмін, концерт жоғарғы деңгейде өтуіне мұқтажбын, концерт беруімізге мұқтажбын деп жазған екен. Ол берілді. Және бренд амбассадор болу крупный компанияның деп жазған едім. Мен Exit компаниясының тоже үлкен рекламасымен жұмыс жасадым. Және де былай жазыппын: бизнес-класспен ұшу строго деппін. Аллаға шүкір, қазір тек қана бизнес-класспен ұшамын. Және де жылына 6 мемлекетті аралауға мұқтажбын деп жазыппын. Сол кезде жазғам ғой. Қазір енді жылына 6 мемлекетті енді аралап жүрміз ғой, Аллаға шүкір, ол да орындалып жатыр. Және де 250 квадрат метрлі бизнес-класстан кең, жарық, элитный районнан үй алу дегенмін. Ол да арманым орындалып жатыр. Енді ойлаңыздаршы, және де мен миыммен шектеген нәрсенің барлығы менің алдымнан келіп жатыр да. Және де концерт жоғарғы деңгейде деп жазып, 10 цельді екінші бетке бүгінгі жазғаныңызды ертесіне оны оқымайсыз, сөйтіп тұрып жазасыз. И білімімді арттыру, білім алу деп жазыппын.
қарсыз, қолы ашық мешіт медресе салуға мұқтажбын деп жазыппын. Аллаға шүкір қазір қарызым жоқ, бірақ қолым ашық, бірақ енді мешіт әлі салған жоқпын. Иншалла сол күнге жеткізсін. Сол үшін де жұмыс жасап жатырмын. Сол үшін де елге пайдалы болу үшін қызмет жасап жатырмын. Және де Аллахым сенің жолыңда қызмет етушілердің қатарынан ет деп жазып қойыппын. Және де сондай нәрселерді жазғанмын. Және де қызымның шетелде оқуына мұқтаж екенімді жазғанмын да. Сол кейіннен қазір бәрі орындалып жатқан кезде бір таң қалам ғой. Қызымның шетелде оқып жатырғанына, ол мүмкін екендігіне. Қазір енді маған мысалы мен блокнотты жаз дейтін болатын болса, мен қазір де жазамын. Мен мысалы уже әлемдік деңгейде жазамын. Қазақстанға және әлемге мені жақсы жағымнан танымалмын деп жазамын да. Және де сенің үмбеттеріңе пайдалы болуға мұқтажбын деп жазамын. Өйткені қазір мысалы мына видеоның өзін барлығын түсіндіру, менің жолымды көрсету, жалпы сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісудің өзі сол үмбеттерге бір нәрсемен болса да пайдалы болу керекпін деп жасап жатқан бір ісім деп білемін. Және де сіз сол миыңызды шектемесеңіз, мидың шектеуін алып тастасаңыз, көкжиегіңізді кеңейтсеңіз, сізге сол көкжиегіңізге байланысты адамдар да, мүмкіндіктер де, сондай істер айналаңызда адамдармен өзі жаңағы цепочка сияқты өзінің несін тауып кете береді, жолын тауып кете береді. Сондықтан миды шектемеңіздер. Мен сіздерге әлде де қанша жасқа жетсеңіз де, біреулер айтады, блокнот тек қана жастар орындайды, жастар жазады, уақыттары көп деген сияқты. Жоқ, адам егер шын қаласа, оны жасайды. Және де ол сіздің өміріңізге айналатыны хақ. Жалпы аузымыздан шыққан нәрсе, біздің миымызға Алладан берілген нәрсе, ол нәрсенің барлығы бекер келіп жатқан жоқ. Ол нәрсенің барлығы қағаз бетіне түсетін болса, ол нәрсе сіздің ол әдетіңізге айналып қайталана беретін болса, сіздің миыңыз, бұл уже мен орындайтын нәрсе деп, оны нормаға айналдырады. Және де бұл жердегі жазылып жатқан нәрсенің 80% менде Аллаға шүкір орындалды. Мен әлде де жазамын, әлде де өзімнің армандарыма қол жеткізгім келеді. Адамның бір арманға жеткен кезде тағы да арманы пайда болады. Өмір деген сонысымен жалғасады. Ал енді қараңыздаршы, 80% орындалу деген үлкен нәтиже да. Қазір мен сол кездегі бастап кеткенім үшін өзіме рахмет айтамын. Және де сіздерге де айтамын, өзім оқушыларыма да айтып жатамын. Қаншама менің енді оқушыларым өте көп. Бұл менің беретін тек қана, бұл менің советім ғана. Ал бірақ қыздарға өзін жоғалтып жүрген, өзінің потенциалын ашамай жүрген, өзінің жұмысын шектеп жүрген, өзінің таба алатын жаңағы мықты қыздарымыз бар. Өзін шектеп, кішкентай ғана табысқа өзін қанағат деп өзінің потенциалын жауып жүрген қыз-келіншектер өте көп. Сондықтан да Аллах тағаланың берген потенциалын жаппаңыздар, оны қолданыңыздар. Адамдарда енді айта берсең өте көп, мынандай да қорқыныш болады. Мен көп ақша тапсам, күйеуімді тастап кетуі мүмкін деген сияқты. Қыздар, мимен еш нәрсені өзіңіз ойлап алмаңыз. Мимен еш нәрсені шектемеңіз. Ми деген ол сізді қорқыта беретін сондай нәрсе. Ол сізді шектеп, сізге зиян келмес үшін солай қорқыта беретін нәрсе. Мен сіздерге сондықтан қыздар, мен сізге пайдалы болдым деп ойлаймын, әлде де пайдалы бола беремін. Сіз де маған кері байланыс ретінде осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, кері байланыстарыңызды білдіріп қойыңыздар. Әлі талай жылдан кейін осы нәрсені жасап, осы жерге, осы ютубтың астына қайта келесіз деп ойлаймын. Өйткені бұл нәрседе нәтиже болады, Алланың қалауымен. Тек әрекетін жасасаңыз болғаны. Миды еш уақытта шектемеңіздер. Ми шектелмесін. Өйткені Аллах Тағала бізді шексіз жаратылыстардың барлығын біз үшін жаратқан ғой. Біз үшін. Ойлаңыздаршы, әлемді сен үшін емес, сен әлем үшін емес, әлем сен үшін жаралған деген нәрсені миларыңызға құйып алыңыздар. Әлем біз үшін жаратылған.